Сәлем баршаларыңызға, менің тұрақты, сүйікті көрермендерім. Астананы жағалайық жобасы өзінің жалғасын табуда. Біз халықтың арасында Барыс Арена атты атаумен танылып кеткен көп функционалды мұз айдыны жайлы айтатын болады. Десе қош келдік, бірге жағалап қайтайық. Жаңа аренаның ашылуында жергілікті Барыс хоккей командасы Металлург командасымен кездесіп, есеп 4-2 болып жеңіске жеткен болады. Барыс арена мұз айдыны 7 қабаттан тұрады. Бір мезетте аренаға 12.000 адам сыйып кете алады. Ойында тамашалауға келетін барлық 12.000 көрерменге түгел осындай жұмсақ ыңғайлы орындықтар орнатылған. Аренаның ішкі температурасы мұз айдынында жүрген спортшыға да, келген көрерменге де ыңғайлы болып келеді. Бұл жерде тіпті майкамен жүруге де болады. Мен де майкамен жүргім келіп тұр, мына жердің жылылығына. Бірақ сіздердің кішкене ыңғайсыздар. Жаңа аренаның құрылысы 2012 жылы басталып, 2015 жылдың 8 тамызында аяқталған болатын. 9 тамыз күні елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының қатысуымен салтанатты түрде ашылған болатын. Аренаның жалпы ауданы 86.773 шаршы метрді құрайды. Добро пожаловать на Барыс-арену. Это уникальное сооружение было построено в конце 2015 года и с тех пор является домашней ареной хоккейного клуба «Барыс». Как вы видите, арена оснащена самыми современными передовыми технологиями и является самой лучшей в Центральной Азии. Помимо хоккейных матчей, данная арена может проводить мероприятия крупных масштабов, как наших, так и мировых звезд. В течение 2 часов арена покрывается специальным покрытием терраковер, и она готова принять мировых и наших звезд для проведения крупных концертов и мероприятий. Вместимость данной арены составляет 12 000 человек. На данной арене вы можете увидеть 60 VIP-кабин, которые оснащены всем необходимым, и вместимостью до 15 человек. Также одно из уникальных сооружений – это наш медиакуб, который весит 15 тонн и транслируется матчи. Барыс арена ғимаратының 6-шы қабатындамыз. Бұл жерде 200 қонаққа арналған үлкен дәмді тағамдармен сіздерді қуантатын керемет асханасы бар. Бұл асхананың тағы да бір ерекше тұсы, концерттік қойылым болып жатқан кезде осы жерде түскі асты немесе тамағыңызды ішіп отырып, концертті осы жерден көре аласыз. Арена 3 блокқа бөлінеді. А блогы басты мұз айдыны болса, Б блогында 2618 көрерменге арналған әйелдер хоккей командасы мен балалар командасына арналған қосалқы мұз айдыны орналасқан. Және соңғы С блогында әлемдік стандарттарға сай 1352 шаршы метрді құрайтын бассейн орналасқан. Мен дәл қазір көп функционалды мұз айдыны Барыс аренаның ең жоғарғы орындарының бірінде тұрмын. Бұл жерден алаңды толыққанды тамашалай алады екенсіздер. Және де алаңның қақ ортасында жоғарғы жағында арнайы табло, LED экран, және де бұл LED экраннан болып жатқан ойынның сайысты тікелей эфирден тамашалай аласыздар. Осы жоғарыда отыратын көрермендерге ыңғайлы мүмкіндік жасалған. Because you move me, baby, don't you prove me wrong.
Барыс арена мұз айдыны ғимаратының жанында осындай керемет бассейн орналасқан. Бұл бассейн 10 жолақтан тұрады. Бассейннің ұзындығы 50 метрді құрайды. Және де бұл судың тазалығына арнайы робот шаң сорғыш жауап береді. Кіші мұз айдыны алаңына да келіп жеттік. Дәл қазір бұл жерде де жаттығулар жүріп жатыр. Негізгі бұл кіші мұз айдыны алаңы тек қана жаттығу үшін арналған. Бұл жерде екінші құрам дайындалып жатыр. Дәл қазір өзінің жаттықтырушыларымен бірге. Хоккей ол қауіпті спорт түрлерінің бірі, өйткені бұл жерде егерде сіз хоккейді тамашалайтын болсаңыз, ойынның барысында, жарыстың барысында қақтығысып қалған спортшылар өзара төбелесіп кетіп те жатады. Егерде сіз психологияңыз әлсіз болса, немесе өзіңіз ынжық болсаңыз, бұл спортқа келмегеніңіз абзал. Бұл нағыз ер азаматтарға арналған спорт түрі. Құрметті достар, дәл қазір мен осы Барыс аренаның кіші залында, мұз айдынында дәл қазір ғана жаттығудан шыққан болашақ жұлдыздарымыз, спорт жұлдыздары, чемпиондарымыздан бір сұхбат алайын, танысып өтейін. Қалайсыңдар жігіттер? Жақсы. Біріншіден, құрметті танысып өтейік, есімдерін айтыңыз. Менің атым Али. Есімің? Менің атым Димаш. Димаш, және? Алмас. Алмас. Тамаша. Енді өздерің жайлы бір мәліметтер, команда жайлы, қашан келдіңдер бұл спортқа? Мен хоккеймен 8 жыл айналысам. Қазір Барыс командасында уже 8 жыл ойнаймын. Барыс командасында? Иә. Былайша айтқанда, молодежка деп айтады. Сол құрамдасыңдар ма? Иә, сол құрамында. Жас құрамында. 8 жылдан бері айналысасың. Иә. Сен де қашан келдің спортқа? Хоккейге қай уақытта келдің? Есіңде жоқ па? Есіңде жоқ, тамаша. Енді неше жыл хоккейге келдің? Мен хоккейге 8 жыл қатысам. 8 жыл Барыс командасында ойнаймын. Не үшін хоккейді таңдадың? Ол өте тез спорт. Мен кішкентай болған кезде телевизордан қарағам, сосын папаға айтқам, мен хоккейге қатысқым келеді. Сосын ол мені хоккейге апарды, мен қатысуға бастадым. Тамаша. Енді біз қазір Барыс арена ғимаратындамыз. Арнайы осы хоккейистерге, барлық хоккейді жақсы көретін жандарға барлық ыңғайлы жағдайлар жасалған деп ойлаймын. Өзіңе жалпы осы ғимарат туралы енді басқа да елдерге, басқа да қалалардағы болған шығарсыңдар. Дұрыс қой. Ол жақтағы спорт айдындарынан қандай ерекшеліктері бар? Например, шетелде ол мұз айдындары кішкентай болады. Кішкентай. Иә. Шетелде, мына жерде үлкен арена болады. А шетелдерде кішкентай арена, оларда тез жүру керек. И ана жерде орын көп. Мүмкіншілік көп, иә? Иә, мүмкіншілік көп. Қанша жарыстарға бардың өз басың? Қандай жетістіктер бар бөлісіп өтсең? Жетістіктер 2 жыл бұрын Чехия, Прага қаласына барып келдік. Одан Нидерланды, Чехияның өзі, сосын тағы басқа мемлекеттер келді. Сол мемлекеттердің арасында біз бірінші орын алып келдік. Жеңімпаз болдыңдар, иә? Керемет. Өзіңнің жеке жетістіктеріңе 8 жыл бойы қатысып келе жатсың. Жаңағыдай, осы республикамыздың ішіндегі сайыстарда, немесе осы қала аралықтарда қандай жетістіктерің болды? Иә, бізде чемпионат Қазақстана қазір өтіп жатыр. Биыл біз Торпедо, Усть-Каменогорск қаласы, Юность, сосын Қарағанды қаласы, Астана деген клубтағы бар. Осы Астанада. Жергілікті? Иә. Содан біз бірінші орын алып келдік биыл. Жеңімпазсыңдар жалпы айтқан кезде. Енді өзің ойыңша осы Қазақстандағы ең керемет хоккейшілерге арналған мұз айдыны спорт кешені қай жерде ойлайсың? Барлық жерде болған шығарсыңдар? Ең жақсы? Бізде Астанада ең жақсы спорт арена. Барыс арена? Иә, Барыс арена. Барыс арена.
Енді өзіңнің алдағы жоспарларыңмен бөліссеңдер, қандай жарыстар күтіп тұр алдарыңда соларша? 1-2 декабрьда біз Россияға кетеміз. Ресейге барасың? Ресейге. Сонда Юрмант СК деген командалармен ойнаймыз. Дайындық қалай? Дайындық өтіп жатыр, жақсы. Жақсы ғой. Мен байқап жатырмын, жаңа бері шеттен қарап жатырмын, дайындықтарың өте мықты, кәдімгідей. Агрессивный спорт менің ойымша. Өте опасный спорттың бірі. Бұл жерде қандай бір қиын жағдайлар туып қала ма? Мысалға сырғанап жатқан кезде бір-бірімен қақтығысып қалып, үлкен спортта, үлкен хоккейде, теледидардан көрген кезде ерегісіп төбелесіп қалып жатады. Ондай бола ма сендерде қазір? Қазір жоқ, бірақ бар. Үлкен спортта бар. Бізде де болады. Не істейсіңдер ондай уақытта? Өзің де мысалға болды, мысалға келдің, соғысып қалдың да, қатты аушуыңа тиді, не істейсің сен сол кезде? Сонда төбелесеміз. Төбелесесіңдер? Тренер оған ештеңе демей ме? Айтады, бірақ ұрсады ғой? Ұрсады. Айтады, солай істеуге болмайды. Негізі рұқсат етілген ба? Ол өйткені бір спорт, біз теледидардан осы хоккей ойын тамашалап жатқан кезде кәдімгідей төбелесіп жатады, оны ешкім ажыратпайды. Ол сондай бір заңдылық, традиция былайша айтқанда мен ойымша, агрессивный. И тағы да ондай төбелестің түрі американский футбол дейді ғой, сода да бар, сол сияқты ғой. Сенде болды ма ондай өзіңде? Менде болды. Қалай өзің істедің? Не істедің сен? Уже төбелескенде уже поляда ойнап отырасың, ощущение басқа болады. Уже төбелескенде агрессия болып қалатқан қарайып кетеді. Сосын төбелескін деп тұрғанда төбелесіп аласың. Ал былай өмірде ол өзіңе әсер етпей ма? Жоқ. Спокойно жүресің ғой өзің қалып. Жақсы. Енді өзіңде, сенде өзің бір жоспарлармен бөліссең, бізде анандай бір жетістікке жетсем, кумирің кім, қай команда қатты ұнайды өзіңе хоккейдегі? Өз команда Барыстың ұнайды бізге. Барыстың жаңағыда негізгі құрамы, основной состав. Жалпы команда. Арнайы бір спортшы кім бар? Хоккейист. Мына хоккейист өзіме қатты ұнайды, сол кісіге ұқсасам екен жетістіктер. Білмеймін, ондай жоқ. Ондай жоқ. Жалпы команда. Өзіңнің ынтаңмен келдің, өзің қалауыңмен ұнады, иә? Ұнады. Ал сіздерде қалай болды? Кім алып келді? Өздерің қалап келдіңдер ме бұл спорт түріне? Әлде мені 7 жасымда әкемен ата алып келді хоккей спортына. 7 жасында. Қазір нешедесің? 15-те. 15-тесің. Қазақстан чемпионсың. 15 жасында хоккейден республика чемпиондары. Болашақта бұйыртса әлем чемпионы болып жатса да таң қалмаңыздар. Өйткені бұлар осындай жаста жетістікке жетіп отыр. Тағы да қандай бір ерекшеліктер айтасың? Хоккей спорты туралы басқа спорттардан ерекшелігі? Хоккей өте жылдам ойын, сосын хоккей маған басқа спорттарға қарағанда маған өте ұнайды. Өзіңе қатты жақын. Егер де хоккей болмағанда қандай спорт таңдар едің? Оны ойламадым. Ойламадың ғой, тек қана хоккей. Енді өздеріңнің осындай құрал жабдықтарың туралы айтып берсеңдер, клюшка, каска дейді. Мынау хоккейный шлем. Оны баса киесіңіз, чтобы қауіпсіздік үшін міндетті түрде кию керек. Ол сіз алаңға шығуға болмайды, қателеспесін. Сосын мынау клюшка, ол да арнайы осы. Сол арнайы. Сосын барып, сіздендерде жаттығу кезінде басқа клюшка, ал ойын кезінде басқашасы бола ма, әлде екеуі де бірдей ме? Болады. Бізге қазір береді, сосын қандай берсе солармен ойнаймыз. Ойын кезінде басқа арнайы ойынға арналғандары, сапасы. Сапа жағынан бірдей бола ма? Жоқ, басқалар мынандай болады. Көп түрлері, Жақсы, және де үстілеріңде киімдерінен байқап отырмын, иықтарыңда, қолдарыңда барлығы. Енді жаңа айтып отыр, қауіпті спорт түрі, мысалға қатты жүгіресіңдер, құлайсыңдар, жаңағыдай сырғанап бір-бірімен соғысып қаласыңдар, ол кезде дене бітімдеріңе ешқандай зақым тимей ме? Тиеді. Менің биыл оң қолымды сындырған хоккей ойнағанда. Қазір жақсы ғой бірақ? Қазір жақсы. Бірақ енді сендердің осы спортқа келгендеріңде жаттықтырушыларың барлық өздеріңе арналған жаңағыдай дәрігерлерің барлығы бар мен ойымша. Жақсы.
Енді болашақ мүмкін кішкентай інілерімізге осы хоккейге келетін кішкентай балаларға не айтар едіңдер өздері? Хоккей туралы. Біріншіден, бұл өте қауіпті спорт, сосын өте жылдам. Келуге кеңес бересің бе осы спортқа? Я, әрине. Нағыз жігіттерге арналған Я, спорт. жігіттерге арналған спорт. Жігіттік мінез, нағыз дене бітімі спортсменге. Мінезі қаталдар. Егер сіздің мінезіңіз қатал болса, әрі дене бітіміңіз мықты болса, хоккейге келіңіз. Осы жерде дәлелдеңіз алаңда. Жігіттер, сіздерге үлкен рахмет. Барлықтарыңа болашақта бұйыртса Қазақстанның намысын үлкен мұз айдындарда қорғап, жеңімпаз атаныңдар. Рахмет. Сәттілік тілеймін. Көп рахмет сіздерге. Бұл Барыс хоккей командасының жас ойыншылары, спортшылары қазір ғана дайындықтан шықты. Мықты жігіттер кәдімгі. Нағыз қазақтың батырлары осылар. Құрмет көрермендер, сіздердің назарларыңызда болған Астананы жағалайық жобасы. Мен Шыңғыс Қожабеков. Егерде сіздерге біздің бағдарламамыз ұнайтын болса, Астана лайк қоюды ұмытпаңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Астанаға келмеген достарыңыз, туыстарыңыз болса, біздің бағдарламаны тамашалап, жақынырақ танысып алсын. Әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Бізден бірге болыңыздар, каналға жазылыңыздар. Келесі кездескенше достар.